4 жазбаны оқығанда Исаның қасында көптеген адамдар болған екен. Иса уағыз айтқан кезде, жындарды қуып шығарған кездерде, науқастарды сауықтырған кезде, 5 нан, 2 балық пен керемет жасаған кездерде олар бірге жүрген. Иса мен шәкірттері Иерусалимге кірген кезде көп адамдар оларды қарсы алған. Алайда бірнеше күннен кейін көптеген адамдар Исаны тастап қашып кеткен еді. Сол кезде Иса діни қызметкерлер, мұғалімдер, ру басылары жіберген адамдардың қолына түскен болатын. Қасындағы адамдар, тіпті шәкірттер де оның қасында қалмай қашып кетті. Одан да бетері Петр, мен Исаны танымаймын деді. Осылайша Иса көптеген адамдардың өзінен бет бұрып кеткен жағдайда айқышта шегеленді. Исаға қатты қорқыныш пен азапты уақыт келді. Алайда бақытқа орай келі кітап оның осы ауыртпалығын бірге бөліскен адамдар да болды дейді. Иса айқышқа шегеленбес бұрын көп адамдардың мазағына ұшырап қамшымен ұрылды. Сонымен қатар 40-50 килодай болатын ауыр айқыш ағаштар қалап, Ғалғота төбесіне қарай бірнеше жүздеген метр жүруге тиісті болды. Иса бірнеше қадам жүргеннен кейін қатты шаршағандықтан құлап қалды. Сол сәтте жолдан өтіп бара жатқан бір адамды әскерлер ұстап алып, Исаның айқышын оған арқалатып қойды. Сол кісі Исаның айқышын амалсыз арқалады. Иса шәкірттеріне, маған еріп шәкіртім болғысы келген әркім өз айқышын арқалап маған ерсін деген еді. Әдетте адамдар өз айқышын арқалауды да қаламайды. Алайда сол кісі ешкім арқалағысы келмейтін біреудің, яғни Исаның айқышын арқалап, үнсіз жүрді. Алдымен ол өзінің кімнің айқышын арқалағанын білмеген шығар, бірақ кейін ол түсінген шығар. Киелі кітаптың авторы, алғашқы қауым сенушілері, Исаға сенген барлық адамдар сол кісінің солтүстік Африкадағы күренелік адам Шимон екенін білді. Айқыш ағашты арқалаған Иса басына тікенді тәж киіп, айқышқа ілініп тұрды. Көптеген адамдар оны мазақ етіп, оны ұрып соқты. Исаның денесі мен жүрегі қатты ауырып, азап шеккен шығар. Сондай сәтте де Исаның қасында қалып, соңына дейін бірге болған адамдар да болды дейді киелі кітап. Олар бірнеше әйелдер еді. Қорқынышты римдік әскерлер болған жерде, сондай-ақ айқышта өлім жазасына кесілген қылмыскерлердің жанында болу деген қаншалықты қауіпті, қорқатын жағдай ғой. Әйтсе де сол әйелдер азап шегіп қиналған жағдайда жетіреп дауыстап айтқан Исаның сөздерінің бәрін естіп, естерінде сақтап қалды. Одан да бетері, Исаның соңғы сәтінде де бірге болып, жерлеу рәсіміне де дайындаған екен. Балалар, күтпеген жерден Исаға көмектескен Шимон және шын жүректен Исаның шеккен азабы мен қайғысына ортақ болған әйелдердің оқиғасын білдік. Киелі кітап осы екі оқиға Исамен бірге болудың рақымы дейді. Әрине, қазір бізге Исаның айқышын арқалауға мүмкіндік жоқ, немесе оның айқышқа шегеленген жерінде бола алмаймыз. Әйтсе де біз келе жатқан Исаның қайта тірілген күнін күтіп, киелі кітап оқып, оны мадақтап, дұға етумен Исамен бірге болсақ қалай? Исаның қайғысы мен азабын есімізге алып жүрсек, бізге де Құдайдың ерекше рақымы түсетін болады.